Баршаңызға сәлем достар, Түс шыру каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шырушы ғалымдардың жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып түсімде таразы көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер адам түсінде таразы көрсе, жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Егер әйел адам түсінде бір затты таразыда өлшеп тұрғанын көрсе, өмірінде екі нәрсенің бірін таңдай алмай жүргендігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде тамақты таразыда өлшеп жатқандығын көрсе, ол әйелдің кедейлерге садақа беру керек екендігін белгісі. Сондай-ақ тұрмыстағы әйел түсінде таразы көрсе, ол әйелге үй жұмыстарына адал болу керек екендігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде күйеуі мен балаларын таразыда отырғанын көрсе, ол әйелдің күйеуіне және балалары арасында әділ екендігін және Алла тағаланың оған үлкен сауап жазғандығын білдіреді. Ер адам түсінде таразы көрсе, өмірін жақсартуға тырысып жүргендігін білдіреді. Сондай-ақ жас баланың түсінде таразы көру басындағы қиыншылықтардан құтылатындығын білдіреді. Егер адам түсінде аспанда таразы тұрғанын көрсе, ол адамның ақиқат іздеп жүргендігін белгісі. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және осы видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.